Әке шешесін, атасы мен апасын қуанышқа бөлеп жуықтағана дүниеге келген ол қыздар күн санап ер жетіп келе жатқан шығар. Міне осы кезден бала маңайында кімдер барын, отбасы жөнде бұрынғысынан да әрі толық біле бастайды. 1-2 жасар балаға жанұяның жайлы ортасы, ата-ананың мейір қамқорлығы, үлгі өнегесі өте қажет. Ата-ана сіздер жаңадан бүрленіп өсіп келе жатқан көз сияқты бала миын қайтып баптағаннан, балаңыздың денесі, ақыл ойы, тіл және сөйлеу дамысы келешекте қандай болады дегеннің негізін қалайтын кез. Отбасының қызғалдағы болған келешек азаматты тәрбиелеу жолында қажымай талмайтын ата-ана сіздерге арнайы әзірлеген ұласпалы кеңестеменің 2 бөлігін ұсынып отырмыз. Құрметті ата-ана, сіздерге арнайы әзірлеген ұласпалы кеңестің 2 бөлімін қабыл алыңыздар. Сәби 1 жасқа толды, енді өздігімен жүре алады деп біз бойды босқа саламыз. Әсте олай емес. 1-2 жасар бала үшінгі ата-ананың қамқоры бұрынғыдан бетер арта түсетін кез келеді. Бір жасар бала қаз тұрып аяғын басады. Міне бұл негізгі ерекшеліктің бірі. Осыған байланысты дене бітімінде өзгерістер біліне бастайды. Аяғын басып, қимылы көбейгенде бел омыртқада бүкшию, қисай өзгерістер байқалады. 1 жастан асыңқырап бара жатқан баланың белі азырақ қайқақ, қарны қампиыңқы көрінуі ықтимал. Рахит ауруының белгісі білінбесе, бұл физиологиялық норма деген сөз. Балалардың дене дамысы әртүрлі болады. Қайсы бірі ерте еңбектеп аяғын басады. Бір сөзбен айтқанда бала 9-дан 16 ай аралығында аяғын басса, қалыпты жағдай. Аяғын басқанда бұлшықтарының дамысы, бойын билеп үйренумен қатар өзіне сенімді болу керек. Кейбір денелі бала бойын билей алмай қорғалауы мүмкін. Ата-анасы баласын төмендегі жолдар мен аяғын басуына сеп болып көмектесуіңіз керек. Балаңыздың денесінің дамуына назар аударып қолдаңыз. Өздігінің жүретін мүмкіндік туғызу. Тай-тайлап жетектеп, аяғын бастырып үйрету, өз бетімен жаңа қимыл жасаса, мақтап, ынталандыру қажет. Шегініп жүруіне көмектесу, қауіпсіз ортада бірге ойнау, ән күй әуеніне қосылып бірге билеу. Аласа саты сөреге өрмелету керек. Міне өстігенде бала бойын билеп, үйренуіне жақсы әсер етеді. Бала 1 жыл 3 айға толғанда олай-бұлай бұрылып, жеткен жерінен қайтып кері айналып келе алатын қимылдары жасай алады. Сөйтіп, жыл 6 ай, жыл 8 ай болғанда 15-ден 20 сантиметр биік қалтқыдан аттай алатын дәрменге жетеді. Сатымен өрмелегенде ата-анасының көмегімен ғана өрдейді дегенді ескеру керек. Баланың қимыл әрекетінің дамуы дегеніміз, сәбидің дені сау екендігінің негізгі көрсеткіші болатындықтан, осылай түрлі қимыл істей алды ма жоқ па дегенді үнемі қадағалап отыру ата-аналардың есінде болғаны жөн. Бойын билеп, аяғын апыл-тапыл басу дегеніміз баланың дене дамысындағы ең негізгі ерекшелік. Аяғын баса сала ата-анасының бақылауынан тысқары кетеді. Ешкімнің көмегінсіз еркін жүріп, қалаған нәрсесін алуға ұмтылады. Міне осы кезде баланы аса қырағы бақыламасаңыз, бойын жеттік билемеген бала жығылып мертігу ықтимал. Балаңыз апыл-тапыл аяғын басса, төмендегі кеңестемеге назар аударыңыз. Балаңыз аяғын басқанда, мынаны еске сақтаңыз. Үнемі қасында бірге болу. Еденді тайғанақсыз болдыру. Үшкір тас, әйнек сынығы қатарлы бұйымдарды
баладан аулақтатыңыз. Электр ұясынан алыстатыңыз. Жығылып мертігіп күйіп қалудан сақтаңыз дегенді ерекше есте сақтағаныңыз жөн. Ата-аналар балам құйрығын ертерек бассы екен, аяғын тез бассы екен деп асқады. Отырғызғанның жөні осы деп көрпеге орап отырғызып қояды, әр түрлі арбаға мінгізіп аяғын бастырып жібермекші болады. Бұл дұрыс па? Өйтсе мынаны есте алыңыз. Баланың өсіп дамуы дегеніміз табиғи нәрсе өзіндігімен бір-бірлеп дамып жетілетіндіктен асыққаннан нәтиже шықпайды дегенді ұмытпаңыз. Мәселен, баланы ерте көрпеге орап отырғызып қойғанның салдарынан баланың белі қисайып қалуы мүмкін. Аяқ қолының дамуы жетілмеген кезде тәй-тәйлап жетектегеннің әсерінен қандай бір өзгеріске ұшырауы да ықтимал. Бала дұрыс тамақтанып созымалы сырқатсыз, дені сау өсіп келе жатса, отырғызып аяғын бастыруға асығудың қажеттілігі жоқ. 13-тен 24 айлық баланың дене дамысының ерекшелігі. Бойын билеп жүре бастайды. Жақын маңға жүгіреді. Жүріп бара жатып, олай-бұлай бұрылады. Аяғының ұшымен біраз тұрады. Сатының жақтауынан ұстап, бір-бірлеп өрлейді. Адамның ақыл ойының 50% 4 жасында толық дамиды. Сондықтан жас баланың ақыл ой дамысын өте дұрыс бағыттау керек. Баланың ақыл ой қоршаған ортасына сай дамитындықтан ата-ана сіздер балаға үлгі болып, дамуына қолайлы әсер етуге тиіссіз. Бала қолымен ұстап, дәмін татып, иіскеп, естіп, көріп, ортаны таниды. Міне осылайша ақыл ойы дамиды. Сондай-ақ адамдардың ара қатынасын түсінетін болады. Жас баланың миы елегізу жағдайында дамитындықтан баланы ұрсып, қорқытып, өкпелетпей, үнемі еркелетіп, мәпелеп, мақтап, жақын достасып отырған жөн. Жастайынан жасқаншақ болған бала, есейгенде қорқақ, жасық, жалғызсырайтын, кішкентайындағы жасқаншақ күйінде қалып қоюда мүмкін дегенді ойыңызға түйіңіз. Бұл кезде баланың ойлау қабілетіне сәйкескен кейіпкері балаға шағын ертерек айтып беру тиімді. Балалардың білетін аю, түлкі, қасқыр туралы ма, әлде қозы-лақ бола ма, осылар туралы ертегі оларға өте ұнайды. Ертегінің аңқұстары балаға танымал болады. Ойыншықтың көбі қоншық, қос қоян, ит тағы басқа жәндіктер ғой. Мәселен, шаңбыр, 3 аю қатарлы ертегілерді жақсы түсініп қабылдайды. Дәл осы мезеттен бастап уақыт шығарып балаңызға сөйлемі қысқа шағын ертегі оқып беріп, ертегі рөлдерінің түр-түсі, бой тұлғасы туралы айтқызыңыз. Жас бала әр түрлі мінез құлықты еліктеп көрсете алады. Ақыл ойы біртіндеп дамып, нәзік нәрселер үйреніп, бір жас 3 айлығында әр нәрсенің мәнін түсінетіндіктен күндіз көргені, естіп білгені жайлы есіне түсіріп айтқызып қойыңыз. Жарық қайткенде жанып сөнеді. Ойыншықтар қайтып үндіп шығарады дегенге қызығып, сол әрекеттерін қадағалап, сонысына мәз-майрам болып қуанады. Жалпы бала сәби болған сайын оған арналған кітаптың көлемі үлкен болғаны жақсы. Ол кітап суреттердің өңі ашық үлкен болса, жас бала оны қатты қызықтайды. 1-2 жасар баланың ерекшелігі негізі 4 түрді өңді жақсы айыра алады. Олар қызыл, көк, жасыл, сары өңдер. Негізгі өңдермен боялған суреті бар кітап таңдап алып, балаға ертегі айтып берсе қолайлы дегенді ата-аналар ескерген жөн. 13-тен 24 айлық баланың ақыл ой даму ерекшеліктері.
дене мүшелерін біледі. Шағын ән айтып, тақпақ оқиды. Зат мүлік туралы сұрағанда қолымен көрсетеді. Жан жануарлар дауысы басқадай үн дыбыстарды келтіре алады. Ойнағысы, ұйқысы келгенін білдіре алады. Бір жасқа толғанда бала шамамен 10 шақты сөз қоры болады. Бұлар қандай сөз десеңіз, әкесі мен шешесінің күн сайын қолданып өзімен қатынасатын сол сөздері баланың тұрақты керектенетін белсенді сөздеріне айналады. Бала өлдеп өң қатып, ежіктеп, бір-екі сөз айтып, бара-бара тіл және сөйлеу дамысы жетеді. Біртіндеп аз сөзді жай сөйлем құрап сөйлей бастайды. Баланың сөзіне назар аударып, дұрыс сөйлесе мақтап, қате айтса дұрыстап беріп, бітірген ісі туралы өзіне әңгімелету керек. Бала айтқысы келгенін жалғыз сөзбен айтатын, енді біртіндеп екі сөз біріктіріп айта бастайды. Баланың тілі шығып келіп жатқанда өздеріңіз үнемі сөйлесіп, үлкендермен және балалармен өзара әңгімелесуіне мүмкіндік жасау керек. Сондай қоршаған орта көріністері жайлы қысқа сөйлеммен түсінікті етіп айтып беріп, сурет көрсетіп, ертегі оқып беріңіз. Атана сіз үйде, далада серуендегенде, балаға сан санатып, өң түс айыртып, қарапайым нәрселерді түсіндіріп үйретсеңіз, тіл және сөйлеу дамысына ерекше әсер етері даусыз. Сөйтіп қимылмен айтылатын әндерді үйретсе, бала өзінің қимылына қосып ән айта алады. Жас өспірімдерде өздері деректі іс-әрекеттің ойлау дамыс кезеңдері болатындықтан, нәрсені бірыңғай деректі қалпында қабылдайды. Нәрсені қаншама қаз қалпынша қабылдаса, үйренсе, баланың ой санасы соншама дамығаны сөйлеген сөзінен көрініп тұрады. Баланың тіл байлығы жетілуін қолдау үшін баламен үнемі сөйлесіп әңгімелесу, сөйлегенде көзіне тура қарау, күн сайын ертегі оқып беру, айтуға талаптанған сөзін дұрыстап түзеп беру, заттардың атын айтып мәнін түсіндіру, бір сөз айтса жай сөйлемге айналдырып, толықтырып беру. Бала көбінесе сөздің буындарын ауыстырып сөйлейді, немесе дауысты дауыссыз, жуан жіңішке дыбыстарды алмастырып сөйлей бастайды. Міне дәл осы кезде баланың теріс сөздерін дұрыстап айтқызып үйрету керек. Баланың тілін қызық көріп, өзіне ұқсап теріс айтқанын демеп еркелете берсе, бала сол күйінде теріс сөйлеп, тілі шоржаң болуы мүмкін. Сондықтан сөзін дер кезінде дұрыстап беріп дағдыландырып, тілін дұрыс қалыптастырыңыз. Ана құрсағында ұрық кезден бала әке шешесінің дауысын естіп тани бастайды. Сондықтан іштегі сәбимен сөйлесіп, ән күй тыңдатсаңыз, тілі ерте шығады. Егер сіз сөйлеспей, ән айтып, кітап оқып бермесеңіз, баланың тіл және сөйлеу дамысы кешеуілдейді. Енді баланың тіл және сөйлеу дамысын қалай қолдау туралы кеңестемеге назар аударыңыз. Мына жайлар есіңізде болсын. 15-тен 18 айға толғанда тілі шықпай қойса, назарсыз еш нәрсеге көңіл бөлмесе, өте қарапайым сөйлемдерді түсінбесе, дыбыс тартуды естіп қабылдамаса, дереу дәрігерге қаратқан жөн. Баланы дұрыстап тамақтандыру ата-ананың есінде болатын маңызды істің бірі. Сондай-ақ сапалы, таза азық-түлікпен тамақтандыру баланың аман-сау өсуіне ықпал етеді. Енді осы жайлы әңгімелесейік. Бірден 2 жасар баланы күніне 5 рет тамақтандырады. Мұның үшеуі негізгі тағам.
мұны өзіңіз дайындайсыз. Қалған екеуі негізгі 3 тамақтанудың немесе таңертеңгі, түскі, кешкі тамақтың аралығында, түстен бұрын кешкі астың арасында берілетін қосымша тағамдарды айтамыз. Осы кезде балаға 10-нан 11 айлығында беретін сойқол, езбе қатарлы тағам беріп біртіндеп жай тағамға үйретесіз. Сапалы, құнарлы тағам баланың ауруға қарсы қабілетін арттырып, ой тоқтамын жақсартады. Бала аяғын басып, қозғасы көбейіп, нәрлі витамині мол тағам ішуге тура келеді. Баланы сапалы тағаммен дұрыс тамақтандырса, дені сау өседі. Ата-ана, сіз баланы дұрыс жақсылап тамақтандыруыңыз керек. 1 жасқа толды ғой, тамағын өзі іше алады деп ойлап, алдына қоя саласыз. Бала оны жөнді ішпейді, төгіп шашып тастайды. Бұл белсенді дұрыс тамақтану емес. Сондықтан өзіңіз қатар отырып немесе алдыңызға алып тамақтандырыңыз. Өзіне арнайы шыны, қалақ сайлаңыз. Сонда ғана бала тәбетті жақсы тамақтанады. Бала белгілі уақытта, уақ жақын тамақтанумен қатар, тағамы денсаулығына пайдалы, су, витамин, белок, көміртегіге мол, құнарлы болуға тиіс. Баланың өзіне лайықты шыны табағы, қалағы болу керек. Себебі отбасы мүшелері бір табақтан тамақтанғанда баланың қолы жетпей қалатын жағдайда болады. Балаға беруге болмайтын тамақтар: қатты жаңғақ, сүйекті жеміс, түн асқан тағам, көп уақыт сақталған азық-түлік, газдалған, қалбырланған өнімдер. Төтенше ыстық, сондай-ақ бұрыш қосылған тағам. Тозы және қанты мол тағам балаға бермеген жөн. Баланың тағамы қанағатсыз, үнемі бір түрлі тамақ ішіп, ұзақ уақыт сырқаттанса, қорек жетіспеушілікке ұшырайды. Кейбір ата-ана тамақтың аз көп деген мөлшерде назар аударып, құрамы сапасына мән бермейді. Сөйтіп бала қуатсыз, әлжуаз өседі. Өтсе, мына бір кеңістемеге назар аударайық. Қорек жетіспегендіктің салдары: ауруға қарсы күресетін әл қуаты азайып, ауырғыштайды. Миының дамуы тоқырап, ойлау дамысы баяулайды. Тұрғыластарынан аласа және әлжуаз болады. Қант диабеті, рак ауруларына ұшырауы мүмкін. Умаш көжені дәмдеуге болады. Мәселен, ақ ірімшікті ұсақтап қосуға болады. Сондай-ақ түрлі көкөністерді ұнтақтап қосса, умаш көже дәмді, нәрлі болады. Баланы дұрыс тамақтандыру үшбұрышы. 1-2 жасар баланың күнделікті тағамының аудандысын көкөніс, жеміс-жидек және сүт, ақ тағам, ұн өнімдері еленеді. Еттік өнімдер дәнді дақылды орташа мөлшерде, ал май, қантты аз мөлшерде берген жөн. Баланы 12 айға толғаннан кейін емізген жөн бе, әлде емшектен шығарса қалай болады деп аналар сұрақ қояды. Мұның жауабы мынадай: ары қарай емізе беретін мүмкіндік болса, неше жасына дейінде емізе берген жөн. Әйгілі ғалымдар, философтар көп жыл 2 жастан 5 жасына дейін емгені туралы мәліметтер баршылық. Сондықтан біз баланы ерте емшектен асығы шығар деп әсте айта алмаймыз. Балаға қажетті витаминдер мына өнімдерде мол болады. А витамині қызыл түсті жеміс, көкөніс, жасыл өңді жапырақты өсімдіктерде. Жануарлар тектес өнім бауыр, балық, май, жұмыртқаның сарысы, ақ ірімшік, сүтте. В витамині дәнді дақыл, көкөніс өнімдерінде, бауыр, ет, ақ тағамда.
С витамині шөптектес және жапырақты өсімдік, жеміс, овыш, картофта. Сүт ақтағамда. Д витамині бауыр, жұмыртқаның сарысында, балық ақтағамда. Темір, бұршақ, жапырақты өсімдік, майлы өсімдіктерде. Ет, бауыр, қан, қарын, бүйректе. Кальций, жапырақты өсімдік, картоп, жемісте және ақтағам, балықта. Йод, теңіз капустасы, йодты тұзда және теңіз өнімдерінде. Цинк, бұршақ өсімдік ұрығы және бауыр, ет, ағырымшікте. Магний, майлы, ұрықты өсімдік, бұршақ, картоп, өсімдік ұрығынан алыңыз. Бала есейген сайын өзіндік талап тілек қалыптасады. Сөйтіп тамағын өзі таңдайды. Бергенде ішпеймін деп те қиқарланады. Тамақтандыру үшін мән туады. Бірақ сіз баланың тамағын таңдап, тамақтанғысы келетін жеке адам дегенді түсініп, балаңыздың талап тілегін орындағаныңыз жөн. Баланы тамақтандырғанда тұрақты уақытпен тамақтандыру, баламен бірге тамақтану, тамақтанар алдында тәтті дәмдіні бермеу, тамаққа деген тәбетін арттыру, төкпей шашпай ішудің мәнін түсіндіру, өзі құмартпаған тамағын жегісі келмесе қысамау. Балаға сәйкескен шыны қалақ қолдануды еске алыңыз. Осы жастағы балалар сыртқы ортаға араласады. Соның салдарынан дене төзім қуаттылығы әлсіреп, жұқпалы аурулармен ауырып қалуы мүмкін. Сол кезде ата-ана нені ескеру қажет және жұқпалы аурулардан қалай сақтап ауыртпау керек? Енді осы жайлар туралы әңгімелесейік. Бірден 2 жасар балада анасынан дарытқан тума төзім қуаттылығы таусылып, өзінде қуаты бола бастаса да, толық жетілмеген кезде тыныс жолдарымен жұқпалы ауруға шалдыққыш келеді. Міне осы аурулардан алдын ала сақтау үшін 2 айлығынан 6, 7, 8, 9 айлардан қалған айларда Д витаминді дәрігер кеңесі бойынша ішкізуіңіз жөн дегенді ескертеміз. Баладағы созылмалы сырқатты білудің қарапайым жолдары. Рахит, несебе иістенеді, қарны шар деп қампияды, бұршық еттері босаң келеді, мешел болады. Диатез, денеге қышыма шығады, тамаққа тәбеті шаппайды, ашуланып мазасы кетіп, тынышсызданады және дене қуаты әлсірейді. Қан азаю, алақаны бозарады, аурушаң келеді, ұйқысы қашып, тамаққа тәбеті шаппайды, қимылы азайып, дел сал болады. Арықтау, тынышы кетіп, шошынғыш болады, тез шаршайды, көп ұйықтайды, дене салмағы азайып, арықтайды. Сәби дәл қай жері қайтып ауырғаны толық айта алмайды. Сондықтан әке шешесі үнемі зер салып қадағалау керек. Сырқатты алдын ала біліп, дер кезінде дәрігерге қаратса, тез сауығады. Бала 1-3 жасқа дейін күніне 8 миллиграмм темір қолдануға тиіс. Сәбиді қан аздық ауруынан алдын ала сақтау үшін витамині мол, құнарлы тағам, сүт, ақ тағам үнемі берген жөн. Қандай бір ауру қоздыратын микробқа қарсы төзім қуаты пайда болса, бала ауырмайды. Сондықтан вакцинаға қамту жұқпалы аурудан сақтаудың бірден бір дұрыс жолы. 2-ге толғанда маңқа, талма, көк жөтел вакцинасы егілуге тиіс. Вакциналарын еккізу керек. Қолын қозғалтпай ұста.
мынау қызылша вакцинасы. 10 балаға жетеді. Араластырып егіледі. Мұның қақпағын ашқаннан кейін 6 сағат ішінде пайдаланып, егіп қалғанын төгу керек. Тек қана мынандай өзі тоқтап қалатын автомат піспекпен егіледі. Баланы қозғалтпай ұста. Бірден 2 жасар балаға егілетін вакцина бөлісі. Қызылша, шошқа боры, қызамыққа қарсы вакцинаны 2 жасында егеді. Есіңізде болсын. Бала дәретке отырған соң қолын жуғызу. Баланың тоспа ыдысын жуып шайып тазалау. Тоспа ыдыс астына сырғымайтын төсеніш төсеңіз. Бір қарағанда балаңыздың киім кешегі бет аузы қара қожалақ болып шыға келеді. Көзіне көрінгенде ұстап, еңбектеп, қопарып, есік-тесікке кіреді. Аунап, қонап ортамен танысатын жас ерекшелігі осындай болатындықтан. Оған ұрысқанша беті қолын жуғызып дағдыландыру керек. Себебі адамға ауру жұқтыратын микробтардың 90% қол арқылы тарайтындықтан, баланың қолы ластанған мезет сайын жақсылап жуып берген жөн. Қолды қай кезде жуғызады? Тамақтанар алдында, дәретке отырған соң, сыртта ойнап келгеннен кейін, үйге келе сала. Қол ластанған кезде үнемі жуып беріп отырыңыз. Бала бірге толғанда шамамен тісі нешеу болатынын N4 деген амал арқылы 1 жасқа толған баланың тісі анықталатындықтан 12 айдан 4 алуға тиіс дегенде 8 тіс шыққан болу керек. 1 жасар баланың тісі 8 болады. 2 жасқа толғанда 16-18 тісті болады. Тістің саулығы деннің саулығы деген сөз бар. Кейбір ата-ана сүт тісі тісегенде түсіп қалады деп тазаламайды. Бұл қате болған. Сүт тіс нәзік, сауыты жұқа болатындықтан, тіс шегімен ауырып тез ойлады, төтенше қатты ауырады дегенді есте сақтағанымыз жөн. Сондай-ақ жаңадан шыққан сүйек тістеріне ауру жұқтырады. Сондықтан балаға тәтті кәмпит, шоколад, газды сусындар албаты бермеу керек. Ескалар шайлар. Сүт, ақтағам, жеміс-жидекті мол беру. Тамақтанар алдында түстен кейін тәттік тағамдар бермеу. Жылына 1 рет тісін дәрігерге қарату. Түнде омырау емізбеу. Емізбеңіз дегенді қатаң ескертеміз. 13 айлығында бірге тола қылтиған бар тісімнің тірегі, қауылай өскен 4 азу бәрін шайнап береді. 16-дан 20 айлығында тіл шыққанда тамырланған, аяқ басқанда шымырланған, маңдай тіспен азудан да мықты ақыл тістер тағы шықты. Егер баланың тісі шықпай кешеуілдесе, дереу дәрігерге қаратып D витамин берген дұрыс. Бала ержетіп, басқа балалармен ойнайды. Басқа адамдармен, қоршаған ортамен қатынасады. Дәл осындай кезінде балаға қалай көмектесеміз? Ата-ана барлығымыз үлгі болуымыз қажет. Сондай-ақ жинақы, таза үйретуге тиіспіз. Енді осы жайлар туралы әңгімелесейік.
Үнемі өз ықпалыңызда жүрген бала дамысының осы тұсында өз әлеміне ұмтылып, жеке адам боламын деген алғашқы қадамын әлде қашан жасап үлгергенін түсінгеніңіз жөн. Мен білемін, мен ойнаймын деп айта бастайды. Өзінің және басқаның дүние мүлкін айырат, мінез құлқыда қалыптасатын кез. Мені осы кезде сенің шаман келмейді деп әсте айта көрмеңіз. Керісінше менің балам жақсы, келешекте жақсы азамат болады дегендей мақтап, мадақтап отыру керек. 13-тен 24 айлық баланың қоғамда ұну дамысының ерекшелігі. Адамдармен қатынасқанды ұнатады. Өзіне назар аударуды талап етеді, бірге ойнағанда қуанады және қарқылдап күледі. Балаңыз басқа балалармен достасып, тату жүрсе, өзін дұрыс алып жүрудің негізі қаланады. Балалармен қалай ойнау, бір-бірінің сөзін тыңдау, жинақы, тиянақты болу қатарлы әдет дағдыны үйретіп, өздеріңіз үлгі болуға тырысыңыз. Баланың жанында ұрсысып, дөрекі сөйлеп, айқай-шу шығармауға тырысыңыз. Бала есейген сайын түрлі мінез көрсетуі мүмкін. Кейде ызаланып, шалқалап, жылап, өйтпеймін, бүйтпеймін дейді. Мұндай қылығына көңіл бөлмеуге болады. Бірақ назардан шығармау керек. Осы кезден оны дұрыс тәрбиелеу керек. Жастайынан отбасы тәрбиесін көрген бала есейгенде тиянақты, кеңпейіл болып өседі. Бала қандай бір алуға болмайтын нәрсені алмақшы болып, қайткенде де осыны ғана аламын дегенде, басқа бір тамаша нәрсе көрсетіп, оның назарын басқаға аудару керек. Міне осылайша оның ойын бөліп, жаңағы алмақшы болған нәрсесін жасыруға болады. Бірден 2 жасар бала маңайындағы адамдарды танып қатынаса бастайды. Баланың аудандысы әкесімен бірге ойнағанды жақсы көреді. Әкесі жұмысқа кеткенде артынан еріп жылайды, кешке келгенде қуанып мәз болады. Әкесінің жақсы жаман әрекеттерінің бәрін еліктеп көрсетеді. Сондықтан қымбатты әкесіз ақыл парасатыңызбен бала тәрбиесіне айрықша үлгі болғаныңыз жөн. Ойыншық деген керемет. Балаға мәз мейрам, бақыт, күлкі сыйлайды. Сондықтан да ойыншық баланың жасына сәйкес келгені дұрыс. Ендеше азырақ ойыншық туралы әңгімелесейік. Ойыншық балаға қуаныш, бақыт сыйлайды. Баланың мінез құлқы әлемдік танымының негізін ойыншық қалайды. Бала ойыншық арқылы дамиды. Бала ойыншыға жас ерекшелігіне сәйкескен, талғамына үйлескен болуы керек. Бала ойнап нәрсенің көлемі, түр тұлғасы, үн дыбыстарды айырып үйренеді. Баланың талғамы жас ерекшелігіне сәйкеспеген ойыншық оларды мұқалтып, ренжітеді дегенді есте сақтаңыздар. Бұл жастағы бала ойыншығы бала өзі барып ұстайтын, қозғалтып лақтыратын, мәселен доп, сүйрейтін машина, қуыршағын отырғызып алып тербетіп итеріп жүретін арба қатарлы болады. Ойыншықтарды осылай таңдаса балаға лайықты болады. Балаға ойыншық таңдағанда баланың жас ерекшелігіне сәйкескен, көп рет жуып тазалауға лайықты, бояу нілі шықпайтын, өткір ессіз, шектен тыс қатты дыбыс шығармайтын ойыншық таңдағаныңыз жөн. Көпшілік ата-ана баласын жалғыз ойнатып қояды. Бұл қате. Баланың ойыншығы қаншама көп болса да уақыт шығарып бірге ойнау керек. Өйткені кейбір ойыншықпен қалай ойнауды бала біле бермейді. Жалғыз ойнағаннан жалғып ойыншықтарын елеме қояды. Баламен бірге ойнап әңгімелескенде тіл және сөйлеу ақыл ой дамысына жақсы әсер етеді.
Ойыншықтың түр түсі, көлемі, не деп атайды дегенді түсіндіріп айтып беру керек. Бала есейіп адам қатарына қосыла бастаған осы шақта сіздер ең үлгілі ата-ана, ең қамқор тәрбиешісі болуға тиіссіздер. Ата-ана сіздерге арнайы әзірлеген кеңесіміз өз көңілдеріңізден орын тапты деген сенімдемін. Жанұяңыз бақытты, балаларыңыздың күлкісі тиылмасын. Аман сау болыңыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бала отбасының қуанышы, еліміздің келешегі, адамзаттың ұрпағы. Адам тағдырмен әке-шеше болып, сәбиді есен сау, дұрыс тәрбиелеп жүрген ата-ана сіздердің жолдарыңыз ашық болсын. Жанұяңызда баланың күлкі думаны шалқып тасы берсін.